өзüm таңғалып алдым да. Қазір ондай болады ма? Иә. Кәнеки міне. Сіздер енді мына қай жерден келдіңіздер? Biz mына Шымкент қаласынан келдік. Мынау Алла мына Серікбай құрдас екен, сұрасақ үйде құрдас. Мынау ем болады деп, ем болғанда міне қазір көріп отырсыздар. Мен негізі міне очкиді қараймын, мынау дәлім, мынау 1,5. Для чтения менде мынау ол 3,5, 4 еді. Енді қазір мына көзіме салды, мына жаңа шөпті ем дауға келдік. 20 минуттай жаттық, міне ашқанда мына көзіне бірін бағып шықты. Көзім ішінен шыққан нәрселер. Мына Серік, мына құрдасыма рахметімді білдіріп отырмын. Енді ана өзгеріс қалай қазір? Қазір міне, мына сіздің бетіңізді анық көріп отырмын, без очки. Очки мынау тұр менің қолымда. Жаңа очкимен көріп Иә. Очки жасаңыз мен анық көрмейтін едіңіз, ә? Иә, міне қазір балам Серікбайды мені анық көріп тұрмын. Ар жақта келінде жүр, мені анық көріп тұрмын. Яқтан адам... Міне мына кісі ғой, емші. Құда қаласа бәрімізге ем болсын. Мынау міне Серікбай дейтін құрдас болды енді міне. Құдай шипасын берсін. Алла шипасын. Шын ниетпен келсеңіздер, міне өстіп міне очкиді тастайсыздар, бүйтіп қоясыздар, сөйтіп прямо шығып кете бересіздер. Қазір очкисіз беймарал шығайды бас, құда қаласа. Машина зарулем келдім қазір, очки айдап келдім. Міне баламды сіздерді анық көріп отырмын. Жатқан жерде де міне емге келген кісі бар екен, қаладан.